Баршаңа қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы түн. Таң азан емес, сендер үшін осы видеоны жасап жатырмын. Ұйқыдан енді ғана тұрдым, сразу видеоны қазір істеп жатырмын. Дауысым өзгеше болып тұрса, айып етпеңдер. Барлығы сендер үшін. Бүгінгі видеода біз ордер блокта қалай дұрыс анықтаймыз, сол жайлы айтатын боламыз. Комментарийларыңды мен оқымайды деп ойламаңдар. Сендердің барлық жазған комментарийларыңды, жылы лебіздеріңді, жақсы сөздеріңнің барлығын мен қарап оқып жатырмын, және де мотивация алып жатырмын. Сондықтан да видеоны тағы да қолдап, лайктарыңды басып, және де жылы лебіздеріңді тағы да жазып кетсеңдер болады. Ал енді давайте біз кіреміз. Жалпы ордер блок, блок заказа, бұның негізі логикасы бар да, өзінің түсіндірмесі бар ордер блоктың ше. Давайте әшейін бір көріп жіберейік, чтобы біздің осы YouTube каналға жаңадан келгендер, жалпы трейдинг саласына енді келіп жатқандар, чтобы білу, танысу үшін. Мен уже ұмытып қалдым, бірақ бұның несі қандай екенін. Просто қазір Googleға кіріп іздейміз и бізге айтып береді ол. Что такое ордер блок? Так, қазір қараңдар міне. Өздерің көріп тұрғанда бізде Google атамыз шығарып берді бізге ақпаратты ордер блоктар в трейдинге. Бұл бізде үлкен игроктардың орысша бір оқып бере салайын, хорошо? Это области на графике, где большие участники рынка, такие как банки, крупные хедж-фонды, размещают свои ордеры на покупку или на продажу дейді. Жалпы бірдеңені түсінулерің керексіңдер сендер. Бізде рыноктағы бағаны біздің қарапайым адамдар қозғалтпайды. Рыноктағы баға алгоритммен қозғалады, және де рыноктағы бағаны крупный игроктар қозғалтады негізі, в принципе. Біз оған әсер ете алмаймыз, потому что крупный жалпы игроктардың, осындай крупный хедж фондтар, крупный банктардың миллиардтаған доллар ақшалары бар. Ал біздің ондай ақшамыз шықпайды бізде. Ары кетсе бір майда ақша болады бізде, и вот сол. Жалпы бұл ордер блок біздегі астыда бычий медвежий болып бөлінеді. Мен оның қазір түрлерін көрсетемін. Жалпы әркім оны әртүрлі белгілейді жалпы ордер блокта. И оның ордер блоктың да өзінің түрлері бар. Аттары да басқаша. Әркім өзіне ыңғайласын, кімге қалай ыңғайлы, солай өзіне ат қойып, и потом уже сразу оны не істей аласаған, өзгертіп аласаған. Вот. Тек қараңдар міне, мысалы мынандай белгілейді біреу мынандай белгілейді, біреу мынандай белгілейді, біреу мынандай белгілейді деген сияқты ғой негізі. Вот сондай. Жалпы мен сендерге личный өзім ордер блокты қалай белгілеймін, соны көрсететін боламын. Және де қалай өздеріне удобдылық белгілеуге болады, соны тоже көрсететін боламын, жігіттер, қыздар. Давайте енді қазір мен сендерге ордер блоктың түрлерін перечислю, короче. Давайте, егер де осындай терминдерді естіген болсыңдар, бұл тоже ордер блок деп есептей берсеңдер болады, потому что барлығы бір. Міне. Так, міне. Ордер блоктың өзі, өздерің көріп тұрғандай. И қараңдар. SK sell to buy, buy to sell. Так, тағы қандай түрлері бар? Order block, sponsorский candle, яғни спонсорский свеча, sell to buy to sell, және де supply, diamond дейді. Осындай зоналар бар. Supply, diamond. Осының барлығы негізі ордер блоктар егер естейтін болсаңдар, короче. Зона спроса, зона продолжения деген сияқты. Қараңдар, осының барлығы негізі ордер блокқа кіреді. Ордер блок, sponsors candle, sell to buy to sell, supply, diamond дегеннің барлығы негізі ордер блок. Просто әшейін сәл басқаша болады. Аттар ғана басқаша да бұл жерде. Вот, соны түсіну керек. Ал енді қараңдар, любой графикте ордер блокты қай таймфреймде іздеген дұрыс деп сұрайтын болсаңдар, мен сендерге бір затты айтып кетейін. Жалпы біздегі рынок жалпы фрактальный. Ол қалай сонда? Бір таймфреймде жұмыс жасаған нәрсе екінші таймфреймде тоже жұмыс жасайды, потому что бүкіл таймфреймде, мысалы қазір сен 1 минуттықта анализ жасай алатын болсаң, 1 минуттағы болатын нәрсе, 1 минуттағы болатын мынаяқтағы мысалға ликвидностьтың шешілуі, имбаланстың тест болуы, ол тоже бір айлықта, бір апталықта, бір күндікте тоже қайталана береді, короче. Рынок бізде фрактальный. Вот. Мысалы бір айлықта қайталанған қара. Бір айлықта тоже мысалы ликвидность мынаяқта шешілді, өздерің көріп тұрғандай. И потом уже баға жоғары қарай кетіп бара жатыр қазір. Жоғары жақтағы мынау біздің қарама-қарсы ликвидность шешу үшін. То есть бір күндікте бұл, то есть қараңдар. Көрдіңдер ғой? Рынок фрактальный. Бір күнде болатын ситуация 1 минуттара болады, 3 минуттара, 5 минуттара, 15 минуттара, 4 сағаттара, 1 сағаттара, любой жерде болады, короче.
Просто бұл жерде разница оның свечиден шығу уақытында ғана да. Мысалға бір минуттық свеча бір тез шығады да, 1-ақ минутта. И потом уже мысалға ликвидностьті тез шешіп кетіп қалуы мүмкін да. Ал бір күндік свеча уже ол бір күн шығады, короче. Бір күн 24 сағат шығады деген секілді ғой, короче. И бір айлық свеча то же самое, да, короче. Вот сондай. Ал енді ордер блокты анықтау жағына ауысайық жалпы. Давайте қазір мен сендерге давайте бірінші бір айлық ордер блоктарды көрсетейін белгілеп. Бізге просто для нашего интереса, короче. Бір айдара бізде ордер блоктар бар. Қараңдар мысалға мына. Қараңдар. Бізде мына жақта баға өсіп жатыр, өздерің көріп тұрғандай. И мына жақта бізде максимум бар. Міне. Мына жақта бізде максимум бар, өздерің көріп тұрғандай. Бұл максимумды баға бізде обновить етіп кетті. Хорошо, бұны алмай қойсайық, хорошо, назарымызға басқасын алсайық. Қараңдар. Мына жақта бізде максимум бар, өздерің көріп тұрғандай. Осы максимумды біз баға обновить етті, яғни бұл енді структурада болатын болсақ, соңғы астыға қарай кеткен свеча бізде ордер блок болады. Мінеки. Мына зонаның барлығы бізде ордер блок болады. Болмаса, енді болашақта осы жерге қарай келуі мүмкін баға. Бұны қалай алсаңдар боласыңдар, міне осылай алсаңдар да болады белгілеп. Қызыл свечаны, полностью қызыл свечаның барлығы баға мына жақтан жоғары қарай слом жасап өтіп кетті ғой. Сол өтіп кетпей тұрып соңғы құлаған свеча, соңғы астыға қарай кеткен свеча, бұл бізде бычий ордер блокты анықтап отырмыз қазір біз. Жоғары кетіп бара жатқан трендте соңғы төмен құлаған свеча перед ростом, перед сломом, и ол бізде ордер блок болады. Да қараңдар. Мына жақта то же самое бар, қараңдар. Допустим, егер структура бар деген болсақ, қараңдар міне. Бізде обновление болды мына жақта. И соңғы төмен қарай кеткен свеча перед ростом ол бізде мынау деп алсақ та болады, мынау деп алсақ та болады. Бірақ негізі осы, короче. Мынау осы ордер блокты былай алсаңдар да болады, мысалға міне, қараңдар. Осылай деу қызыл свечаның барлығын алсаңдар да болады. Болмаса просто ана жақтағы фитильді алсаңдар да болады мына. Осындай фитильді. И немесе просто бүйтіп таяқшамен сызып қойсаңдар да болады осы жерде. Ең максимум, короче. Осы жерде келіп баға толтыру керек, короче. Вот сондай. Мысалы мынаны қараңдар міне. Мына жақта бізде обновление болды, көріп тұрғандарындай. Мінекей, мына жасыл свечаны, мынау жасыл свеча обновление етіп кетті. Соңғы төмен құлаған свеча, мына өздерің көріп тұрған тоже ордер блок болады. Ең максимум алсаңдар да болады, негізі былай сызсаңдар да болады, короче. Міне. Мынаның барлығын алсаңдар да болады, былай міне ордер блокты. Бірақ енді ол бізде в принципе көзге не емес та. Көзге онша көрінбейді. Так что онда былай алсаң дұрыс негізі. Ең соңғы жағын мынау фитилін алсаңдар да болады мына. Өздерің көріп тұрғанда ордер блокты бізде бір күндік ордер блокты таймфреймдегі біз бірнеше рет тест болып кеттік, толтырып кеттік. Яғни тест жасап кеттік, өздерің көріп тұрғанда жоғары қарай кетпей тұрып. Вот. Өздерің көріп тұрғанда солай. Бұл бір айлық таймфреймнің несі екен ғой? Бір айлық таймфреймнің ордер блок екен, өздерің көріп тұрғандай. Осы жерде мысалы позицияға кіретін болсыңдар сендер, ой, біраз қозғалыс жасайсыңдар ғой. Так, тағы да қандай примерлер бар екен? Мына жақта бізде хорошо обновление бола салды, допустим. Соңғы төмен құлаған свеча. Мынаның бәрін алсаңдар да болады міне. Осы бізде ордер блок болады, өздерің көріп тұрғанда тест болған баға толтырып кеткен. Вот. Қазір енді бұл бізде медвежий вариант, енді қазір бычий вариантты көрсетіп. Допустим, мына жақта бізде қараңдар слом болса, мына жоғары жағында қарайтын болсыңдар, мына соңғы восходящий свеча, өздерің көріп тұрғандай, мынау тұр ғой, соңғы восходящий свеча перед падением. Бұл бізде астыңғы жақта алатын болсақ, соңғы нисходящий свеча перед ростом болады, ал астыңғы жақта, үстіңгі жақта, то есть бізде соңғы восходящий свеча перед падением болады. Көрдіңдер ғой? Қазақша айтайыншы, хорошо. Бычий ордер блокты вообще сызатын кезде соңғы төмен кеткен свечаны сызамыз. Баға өспей тұрып, ал нисходящий болатын болса, соңғы жоғары кеткен свечаны алатын боламыз. Перед падением, перед ростом, то есть. Міне, в моменте времени баға оны толтырып кеткен, өздерің көріп тұрғандай. И төмен қарай кетіп қалған. Бұл ордер блокты соңғы жоғары қарай кеткен свеча перед падением, көріп тұрғандарындай. Одан бөлек мына жақта бізде тағы да. Мына жерде бізде тағы да ордер блок бар.
мінекей баға оны толтырып кеткен. Бұны енді сендер түсінбеулерің мүмкін, но все уже бәрі өз уақытымен ғой, короче, түсінесіңдер. Мына яқта обновление болып кеткен, өздерің көріп тұрғандай соңғы құлаған свеча перед ростом, осылай росттан бізде ордер блок болады, баға тест жасап толтырып жоғарыға кетіп қалды. Яқта то же самый, короче, өздерің көріп тұрғандай обновление болған. Мінекей яқта енді жасыл қызыл свечаны обновить жіберген, өздерің көріп тұрғандай тоже бізде ордер блок болады. Полный астың жағын алсақтар да болады, или полный осы интервалдың бәрін алсақ та болады. Без разницы, короче, мен астың жағын алдым. Мысалы осы жерге мысалы позиция ашатын болсаңдар, енді ол былай деп ашсаңдар да болады, или уақытқа ашсаңдар да болады, 10 минутқа деп деген сияқты. Енді келсем ликвидностьке қойшы, бірақ не істеймін бізге. Все. Так, апталыққа көрейік. Апталықты өздерің көріп тұрғандай, апталықта өте жақсы тест болған ордер блоктарымыз. Давайте енді апталық ордер блоктарды тест болды ма, болмады ма көрейік. Мына қараңдар, мына бізде мына жақта мынаны алсақ та болады біздің ордер блок ретінде. Соңғы басқа свеча перед падением, міне осы. Мына свечаның барлығын алсақтар да болады. Міне осы свечаның барлығын. Болмаса тек қана фитилін алсақтар да болады. Міне осындай фитилін алсақ, өздерің көріп тұрған тест болып тұр. Мінекей. Мына бірнеше рет тест болған, өздерің көріп тұрған ордер блокымыз біздің. Ақыр соңы уже кетіп қалған жоғарыға деп. Мен сендерге алдыңғы видеоларда не деп айтатын едім? Видеода егер де бізде боковикті көретін болсаңдар, именно боковиктің пайда болу себебінің бірі осы баға ордер блоктан төмен жүргеннің арқасында пайда болады. Потому что бұл жерде бізде үлкен крупный игроктардың шорт позициясы бар. Сол сатып жібереді. Осы жерге келген сайын сатып жіберіп жатыр деген секілді нәрсе ғой берді. Так, қараңдар. Міне, допустим, яқтар ордер блок бар. Мінекей. Міне, мына ордер блок. Хорошо, бұны біз бүйтіп алсақ та болады. Қараңдар. Жоғары жағын алсақ та болады. Баға тест толтырып кеткен, өздерің көріп тұрғандай. Тоже на бізде ордер блок последний низкая свеча перед ростом. Баға оны әлі толтырмаған деген секілді ғой, короче. Сондай. Мынау тоже бізде ордер блок. Мінекей. Мынау тоже бізде ордер блок. Мынау тоже бізде ордер блок. Осы жерге баға келетін болса, толтырып жоғарыға кету керек. Мынау да бар, бірақ мен мынаны алдым. Неге? Потому что в принципе соңғы құлаған свеча осы болып тұр, короче. Өздерің қалауларыңа байланысты, мысалға бәрін алсаңдар да болады, болмаса тек қана астыңғы жағын алсаңдар, үстіңгі жағындағы фитилді алсаңдар да болады, осылай. Мынау таяқшасын свечидің, одан кейін полный алсаңдар да болады, или былай алсаңдар да болады. Әркім өзінің несіне қарай көреді, короче, желаниясына қарай көреді. Ол жерде нақты қатып қалған қағида жоқ, короче. Так, бір сағатқа кіріп көрейік. Жайда қазір енді біздің қолданатын таймфреймдер бар ғой. Сол таймфреймдерді де көреміз. Даже. Қараңдар мына. Қазір таяқшамен белгілеп шығайын, чтобы понятно болу үшін. Так, мінекей ордер блок. Енді оны өздерің толыққанды практика жасағанда түсесіңдер да, короче. Есінше. Свеча перед падением. Мінекей ордер блок. Оларда енді әлі тест болмаған. Мінекей ордер блок. Пока бұл жерде енді нақты тестті көріп тұрған жоқ. Мінекей ордер блок. Бізде ордер блок жұтып қойыпты. И оны қазір инверсация істеп, осы ордер блоктан поддержка алып жоғары кетіп жатыр. Хорошо. Историяны көре берейік. Мінекей ордер блок. Последний басқа свеча перед падением. Мінекей ордер блок, который бізде баға тест болған, толтырған бірнеше рет көріп тұрғандарындай. Егер біз қазір нені алып сызатын болсақ, былай, ол бізде наглядно видно болады, көріп тұрғандарындай. Мінекей. Ордер блокқа келіп, тест болып, жартысынан аса алмай, астаға кетіп қалған, өздерің көріп тұрғандай. Барлығын өздерің естисіңдер ғой, короче. Мінекей ордер блок. Бұған енді келмеген. Мынау все же мен дұрыс сызған жоқпын, потому что қараңдар, последний басқа свеча мынау бізде. Последний... Ой, айветпендер. Последний басқа свеча осы екен. Хорошо. Сендер барлығын сызсаңдар да белгілесеңдер болады, последний басқа свечаның осылай. И уже көріп тұрғандарым тест болған бізде.
мысалы қазір бір күнге 4 сағатқа ауыстыратын болсаңдар, 4 сағатта ол бір свеча болып көрінетін болады. Қараңдар. Ептігдік таппай қалдым ғой графикті. Деген сияқтыра, короче. Хорошо. 15 минуттық тайфреймді әрекет көрсетемін қазір сендерге қалай отработка болатын ордер блоктың. Так, міне последний басқа свеча перед падением. Тест болмаған енді бұл жерде. Хорошо. Осылай өздерің сызып шығасыңдар. Міне последний свеча перед ростом. Бұл ер толыққан жетіп кеткен. Мына жақта тоже бар. Свеча перед ростом. Бұл ер толыққан жетіп кеткен. Так. Последний басқа свеча. Өздерің көріп тұрғандай. И бізде баға тест болған. Бірақ ары қарай төмен жоғары кетіп қалған, короче. Мына. Мынау бұл ер тоже жетіп кеткен, короче. Мына. Мынау пример. Өте тамаша пример. И тест болып төмен қарай кетіп қалған. Әлі де түсінбесіңдер, мына қараңдар ма? Мынаның барлығы бізде ордер блок. Соңғы жоғары кеткен свеча, басқа свеча. Ортаңда тест болды, жоғарыда төмен қарай агрессивно кетіп қалды. Астың жақтары тұр сонда. Последний свеча, мінекей. Бұл жерде әлі тест болмаған. Последний свеча, міне. Осы ордер блокты бізде бірнеше рет тест болғанбыз, короче. Көріп тұрғандарындай. Осылай свечи дәу кезде оның барлығын алмайтын шығарсыңдар енді, тупо ұқсап, дұрыс па? Сол үшін мынаяқтан әшейін беріп теңіне ала саласыңдар, болды мына жердегі фитильді көріп тұрсыңдар, осыны ала саласыңдар. И сол кезде уже четко көрсіңдер болады позицияға. Мен жерде последний басқа свеча перед падением, мына. Өздерің көріп тұрғанда ордер блок. Басында келген кезде бірнеше рет астыға қарай кетіп, одан кейін тоже жұтып қойды бұл жерді. Ликвидность істеп ше. Так. Мына тағы бір пример ордер блоктікі. Последний. Так. Низкая свеча перед тросом, мінекей трос. Бірақ бізде бұны не істеп қойды. Хорошо. Жерде мен последний басқа свеча перед ростом, перед падением міне осы тұр. Бізде толтырып кеткен баға. То есть тест жасап кеткен. Бірақ ақыр соңғы ликвидностьны шешкен екен ғой бұл жердің. Әлі жоқ шешпеген. Көріп тұрсыңдар ғой, осылай белгілейсіңдер ордер блокты. Так, видео максимально түсінікті болды деп ойлаймын енді. Лайктарымды басып, қолдауларын беріп, не қылып кетіңдер енді. Вот сондай. Примерно осы свечиді аламыз, қараңдар. Ордер блоктерді қалай белгілеп аласыңдар да болады. Міне. Полностью свечаның барлығын былай алып, осылай белгілесіңдер де болады. Болмаса астыңғы фитилін белгілесіңдер де болады. Осындай. Болмаса үстіңгі фитилін белгілесіңдер де болады, мына. И содан төмен позицияға кірсеңдер де болады былай. Содан төмен позицияға кірсеңдер де болады. Бұл вариант өздерінде. Болмаса мен секілді ақылды белгілесіңдер де болады. Былай. Соланы астың жағын белгілесіңдер де болады. Тік. Ой, ептік. Мына. Астың жағын. Немесе үстіңгі жағын. Немесе бағана көрсеткен нарақтыра открытие закрытиесінде белгілеп қойсыңдар болады, короче. Вот. По возможности бағалай келіп, осы фитиль тест болып, одан кейін төмен қарай кету керек. Көріп тұрсыңдар ғой, вот солай. Ордер блок деген сол. Мен сендерге түсіндіріп бердім, короче. Бұл бізде крупный игроктардың заказдары деп, ше. Ордер блокқа баға келген кезде, ол ешқандай сопротивлениесіз төмен қарай кетіп қалады. Потому что сондай ол. Төмен или жоғарыға кетіп қалады. Ордер блоктың жалпы түрлерін көрдіңдер, бычий, медвежий. Бастан жазып қоя салайын, соңғы итог ретінде, короче. Бычий бізде соңғы
төмен кеткен свеча. Перед ростом. Бағаның өспей тұрып соңғы төмен кеткен свечасы. Бычий ордер блок. Қарсы ермей жазып қойсаңшы бычий деп. Сендер қазір түсінбей. Барлығы сендер үшін ғой жиги қыздар. Мына бычий соңғы төмен кеткен свеча перед ростом. Допустим, мыякта бізде соңғы төмен кеткен қызыл свеча болады, короче. Нерде ше? Соны белгілеп аласыңдар, короче. Ой, жәллап. Міне, соңғы төмен кеткен свеча соны белгілеп аласыңдар, и баға на будущее соған келіп, сол ордер блокты толтырып, дальше жоғары қарай кетеді. Көріп тұрсыңдар ғой, түсінікті ма? Ал медвежий вариант. Соңғы жоғары кеткен свеча перед падением. Баға құламай тұрып соңғы жоғары қарай кеткен свеча. Допустим, сендер неде тұрсыңдар? Неде трендте тұрсыңдар? Осылай. Так, тоқта. Дұрыссызмын ғой, бәрекелді. Қатесіз жеріппін ғой. Ну все же. Тоқташ. Соңғы төмен кеткен свеча перед ростом. Соңғы жоғары кеткен свеча перед падением. Понятно. Мим ашып қалды кішкене. Несқайшы сызбайтын бедім мен негізі. Несқайшы сыз қойдым ғой. Ұйықтамағанның әсері осы ғой жігіттер қыздар. Бәсе болды. Допустим, да? Бізде несқайшы тренд кетіп жатыр да. Маяқтағы қарандар. Соңғы жоғары кеткен свеча болады өзінің. Қалай сызым? Өзінің соңғы жоғары қарай кеткен свечасы болады. Графикте. Мырақта мысалға жоғары қарай соңғы кеткен свеча болады. Соны аласыңдар. И былай сызасыңдар, короче. Баға соған қарай толтырып, тест болып, дальше төмен қарай кету керек. Өздерің көріп тұрғанда солай. Ал енді бүгінгі видео аяғына жетті. Жалпы бір тамшы болсын пайдалы ақпараттар алдында деген ойдамын ордер блок жайлы. Баршаларыңа рахмет. Видеоны лайк басып, телеграмға қосылып, біздің командаға қосылуды ұмытпаңдар. Менімен бірге болған Fastmoney Forex таңғы 6-да. Баршаларыңа рахмет, сау болыңдар. Әлі де жүздесетін боламыз.